Қайырлы күн. Мен Асанова Ғайса Қуанышқызы, Қарағанды облысы Қаражал қаласы номер 1 жалпы білім беру мектебінің тарих пәні мұғалімімін. Еңбек өтілім 14 жыл, санаттың 2-ші. Ұстаздық ұстанымын. Ұстаздық етпес жалықпас, үйретуден балаға деп Абай атамыз айтқандай, осынау қастерлі мамандықта жасап жатқаныма 14 жылдан уақыт аса өтті. Негізгі мақсатым оқушыға саналы тәрбие беру, шығармашылық жұмыстармен ұйымдастыру. Еліміздің болашағы көркейіп, өркениеттер елдер қатарына қосылуы бүгінгі ұрпақ бейнесімен беріледі. Сондықтан білім беру үдерісінде дүние жүзінің озық тәжірибелеріне сүйене отырып, әр баланың табиғи қабілетін дамыту үшін қолайлы жағдай жасау керек. Өз тәжірибемде проблемалық оқыту, сын тұрғысынан ойлау, жекелеп оқыту, оқытудың компьютерлік технологиясымен өзіндік дамыту және жобалау оқыту технологияларының қолдана отырып, әр сабағымды Блум таксономиясымен негіздеймін. Мектеп қашанда оқушылар үшін де, мұғалім үшін де шыңдалатын орта. Мұғалімнің, әріптестердің, ата-аналардың, оқушылардың пікірін ескере отырып, кәсіби жетілгенде ғана елеулі жетістікке қол жеткіземін. Өзімнің кәсіби шеберлігінің, педагогикалық іс-тәжірибелерінің озық үлгісін көрсете аламын. Тапсырылған кез келген шаруаны тыңғылықты орындаймын. Өз педагогикасының іс-тәжірибесін, оқушылардың іс-әрекетін ынталандыру үшін оқытудың тиімді тәсілдерін қолдана аламын. Әр оқушының нәтижеге жету үшін жағдайларын жасай аламын. Білікті ұстазбын. 2012 жылдың қыркүйек айынан бастап Асанова Ғайса Қуанышқызымен қызметтес әріптес болып келемін. Қоғамдық гуманитарлық бағыттағы әдістемелік пән бірлестігінің құрамында жұмыс атқарып, өзінің кәсіби шеберлігін, педагогикалық іс-тәжірибесінің озық үлгісін көрсете білді. Өз пәнінен оқушы қызығушылығын арттыруда қолданатын әдіс-тәсілдері ұстаз еңбегінің таптырмас құралы. Сөзінің дәлелі пән апталықтарында өткізген ашық сабақтарының өте жақсы деп бағалануы, әріптес ретінде мектептің мәдени көпшілік қоғамдық шараларында біліктілігінің шыңдалып көрініс табуы. Сынып жетекші ретінде де атқарған жұмыстарынан мін таппайсың, үнемі ізденіс үстінде, сынымның психологиялық ахуалын қалыпты жағдайда ұстайды. Ғайса Қуанышевна өзінің ісіне жауапкершілікпен қарайтын ұстаз. Асанова Ғазиза Қуанышқызы